Мен оны бірінші рет көргенде жүрегім шым ете қалған. Қарапайым, ұяң қыз еді. Көзіне қарасам біртүрлі тыныштық, бірақ ішінде от жатқандай. Мектептің дәлізінде кезігіп, қысқа ғана амандасып жүрдік. Уақыт өте жақын араласа бастадық. Сабақтан кейін бірге қайтатынбыз. Қасында жүрсем, күннің қалай батқанын да білмейтін. Әлі ештеңе айтпадым, бірақ іштей оның менікі болғанын қаладым. Бір күні кешке SMS жаздым. Кешке шығасың ба? Ол біраз ойланып, бауырларым ұйықтасын, кейін шығам деді. Сол түні алғаш рет сарайда кездестік. Ешқандай артық қимыл жоқ, тек ұшақтап отырдым. Шашының иісі, ақ мамықтай екі алмасының денесінің жылуы, іштей осы сәтті ешқашан ұмытпаймын деп ойладым. Бірнеше апта бойы солай жалғасты. Кеш батқанда бәрі ұйықтағанда ғана кездесеміз. Құшақтасып ұзақ отырамыз. Кейде ерніміз түйіседі. Киімнің сыртынан ғана тигізіп жүретінмін. Соның өзі жүрегімді жарып жібере жаздайтынмын. Мен оны қатты қаладым, бірақ асықпадым. Өзімді тежедім. Себебі ол әлі қыз, ал мен оның сенімін жоғалтқым келмеді. Бірақ бір нәрсе анық еді. Менің өмірімде ондай сезімді ешкім сыйлаған жоқ. Күндердің бірінде ол маған өзі жазды. Кешке боссың ба деді. Жүрегім зу ете түсті. Иә деп бірден жауап бердім. Түнде ауыл тынышталып, бәрі ұйықтаған кезде ол баяғыдай сарайға келді. Бұл жолы бәрі басқаша болды. Ол бұрынғыдай қысылып отырмады. Қасына отырдым, қолын ұстадым. Үндемей ұзақ отырдық. Бір сәт оның көзіне қарасам, ішінде бір шешім бардай көрінді. Сен дайынсың ба деп сұрадым. Ол қысқа ғана иә деді. Көрпені жерге төсеп, оны жайлап жатқыздым. Әуелі еріннен, кейін мойнынан, мамықта екі омырауынан құшарлана сүйдім. Қолым оның арқасын, белін сипады. Ол дірілдеп терең тыныстай бастады. Бір сәтте денемді тежегіш жойылғандай болды. Досымды итеріп жіберген сәтім. Оның көзі тас төбеге қарап, ерні тістеліп ауырсынып қалды. Көзінен жас шықты. Мен тоқтадым ба деп ойладым, бірақ ол басын изеді. Жалғастыр деді. Аздан соң ауырсынуы басылып, тынысы жеңілдеді. Сол сәтте мен оның маған толық берілгенін түсіндім. Екеуміз де терлеп, шаршап, бірақ бір-бірімізге қанық күйде ұзақ жатып қалдық. Содан кейін бірнеше күн қатарынан осылай кездестік. Ешкім білмеді. Көзқарасымыз өзгерді. Жанасуымыз өзгеше болды. Енді бізді тек құшақтау мен сүйісу емес, бір-бірімізге тәуелді ету сезімі байлады. Мен ішімнен осы қызға үйленемін деп ант бердім. Бірақ өмірдің бізге қандай сынақ дайындап қойғанын әлі де білмеген екенмін. Онымен өткен күндерім өмірімнің ең тәтті шағы болды. Әр кездескеніміз бір мереке, әр жанасу жаңа бір әлем еді. Біз сақтанып жүрдік, бірақ сезімге шектеу қою мүмкін емес еді. Бірде екеуміз ауыл сыртындағы шеткі қырда отырдық. Күн қызарып батып бара жатыр. Ол маған қарап, болашағымыз қандай болады екен, деді. Мен ойланбай, мен саған үйленемін, ешкім сені менен тартып ала алмайды дедім. Сол сөзіме өзімде сенімдедім. Бірақ тағдыр басқа сценарий дайындапты. Күзге қарай ауылға жаңа қыз келді. Бір тойда танысып қалдық. Әуелі оған аса мән бермедім. Бірақ бір-екі рет бірге отырған соң ол өзі маған тиісіп жақындай бастады. Өзімде байқамай оңбай қателестім. Сол түні бірнеше рет тағы да бір қызды бүлдірдім. Көп ұзамай сол қыздың екі қабат екенін естідім. Басымды алып қашпай мойындауға тура келді. Оның ағалары үйленесің деп келді. Сол түні мен өзімді жек көрдім. Өйткені менің уәдем, менің сенімім бәрі аяқ асты болды. Ең ауыр сәт оған айту еді. Кездескенімде көзіме тура қарамады. Рас па бұл деді. Мен үнсіз басымды изедім. Ол бір сөз айтпастан бұрылып кетті. Сол кеткеннен ұзақ уақыт көрмедім. Көңілім құлазып, өзімді бос сезіндім. Ал үйлену тойы бөтен қызбен өтті. Бірақ жүрегім басқа жерде еді. Үйленгеннен соң да түнде оның көз жасы, жанарындағы реніш мені ұйықтатпады. Мен түсіндім. Кей қателіктің жазасы өмір бойы ұмытылмайды. Менің үйленгенімде
Үйленгеніме де жарты жыл болған. Бірақ ішкі түкпірінде бір бос орын тұрды. Көптеннің басы еді. Ауыл ортасындағы дүкенге кірсем, ол сол жерде тұр екен. Шашы бұрынғыдан да ұзын, бірақ біртүрлі көзі мұңлы, бірақ жылы. Мені көргенде аз ғана кідірді. Сәлем дедім. Сәлем деді ол, тағы да, бірақ даусы салқын. Біз ұзақ сөйлеспедік, бірақ оның жанарынан бәрін түсіндім. Ол мені кешірмеген, бірақ ұмытпаған да. Кешке дейін ойым бөлініп үйге келсем де, көз алдымнан оның бейнесі кетпеді. Жанымда заңды әйелім болса да, жүрегім әлдеқашан басқа біреуді таңдап қойған еді. Кейін білдім, ол колледжге түсіпті. Бір-екі рет ауылға келгенде жолымыз тыйылысты. Әр кездескен сайын арадағы үнсіздік бәрінен көп нәрсе айтатын. Бір күні ол маған өзі жазды. Ертең кешке уақыт бар ма? Соңғы рет кездесейікші деді. Сол сәттен бастап менің ішімде әлдеқандай үміт оянды. Өткен қателігімді түзете алам ба, жоқ па білмедім, бірақ бір нәрсені анық сездім. Оны қайтадан қасымда көргім келді. Келесі кеш ауылдың шетіндегі ескі қораға келдім. Ішінде ол тұр, қолында кішкентай шам, жүзі жарық, бірақ жанарында абай бар. Қалайсың дедім. Жақсы деді, біраз үндемей тұрды. Арадағы үнсіздікті мен бұздым. Қасына жақындап қолынан ұстадым. Ол қолын тартып алмады. Екі көзіміз түйісті. Сол сәтте бәрі қайта оралғандай болды. Жүрек дүрсілі, демнің жиілуі, жанасудың ыстығы. Бірақ бұл жолы бір кедергі тұрды. Ол бұрынғыдай толық берілген жоқ. Құшақтасып сүйістік, бірақ екеумізде іштей бір нәрсенің жетпей тұрғанын сездік. Сол түні жақындастық, дәмі таныс, бірақ өзгерген. Оның жанарында әлде бір сақтық, жүрегінде бір қақпа тұрды. Бұрынғыдай сеніммен емес, еркелікпен берілмеді. Төсекте жатып, мен оның иығын сипадым. Ол көзін жұмды, бірақ жымиған жоқ. Ішімнен түсіндім. Мен сол бір жылы көктемде оның жүрегін бір жолата жаралаған екенмін. Таң ата екеуміз сөзсіз тарастық. Жүрегім тағы да босап қалды. Бұл жолы оны мүлде жоғалтып алуы мүмкін екенін білдім. Күздің аяғы еді, бір танысым. Ана қызды көрдің бе, бір жігітті алып қашыпты деді. Жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Сенгім келмеді. Телефон соқтым, алмады. Жүгіріп ауыл шетіндегі үйге бардым. Дөр алдында кемпірлер, шулаған әйелдер, қыздың үстінде орамал. Ол мені көріп қалды. Көздері жасқа толы. Мені алып кет деді сыбырлап. Бірақ менің қолым байлаулы еді. Отбасым бар ғой. Көп адам, туыстары, салт дәстүрдің қысымы дегендей. Кетсең бақытты болмайсың қарағым, деді бір әйел төрде жатып. Мен ішімнен ол онсыз да бақытсыз деп ойладым. Бірақ ол орнынан тұрмады. Менің көзіме ұзақ қарады да басын төмен салды. Сол сәтте мен оның таңдау жасағанын түсіндім. Түнде той басталар алдында маған хат келді. Сен кешіккен сәттен бәрі бітті. Мен енді сені тек есімде сақтаймын. Сол хаттан кейін мен түсіндім. Кейбір адамдарды сүйсең де, олардың тағдыры сенен тыс жазылады екен. Неке түні, жаңа күйеуі қасында, үй іші тыныш, қонақтар тараған, қыздың жүрегі дүрсілдеп тұр. Мен саған бір нәрсе айтуым керек деді ол. Баяу жігіт таңдана қарады. Мен таза емеспін, деді, көз жасына ерік беріп. Бұрын біреуді сүйгенмін, барымды соған бергенмін. Бөлмеде үнсіздік орнады. Жігіт біраз ойланып отырды да. Сен менің әйелімсің, өткеніңе үкім шығармаймын, деді. Ол сөздер жылы естілгенімен қыз оның жанарынан бір нәрсе өзгергенін сезді. Бұл бақылау сияқты көрінгенмен іштей ол да өз қақпасын жапты. Кейінгі күндері екеуі бірге жатты, бірақ қыз бұрынғыдай сезімді сезбеді. Бұрынғы жігітімен болған сәттері құшақтың ыстығы, жүрек дүрсілі, бәрі тек естелікте қалды. Ол түнде көзін жұмғанда да басқа бір есім мен басқа бір бейне ойына келетін. Бірақ өмір алға жылжиды, ал өткен тәтті әрі ащы жара болып қала береді екен. Құрметті оқырман, өмірден алынған сабақ болар оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.